Агенттік Қазақстанда тұрғын үйлерді табиғи апаттардан міндетті сақтандыруды енгізуді көздейтін заң жобалары бойынша реттеушілік саясаттың консультативтік құжатын әзірлеп, ашық нормативтік құқықтық актілер интернет порталында көпшілікке талқылауға ұсынды. Қазақстан табиғи апаттар қаупі жоғары ел. Сарапшылардың бағалауынша, еліміздің 75% әртүрлі табиғи апаттар, жер сілкінісі, су тасқыны, су деңгейінің көтерілуі, өрт, сел және қуаңшылық сияқты қауіптерге ұшырауы мүмкін. Осыған байланысты Қазақстанда апат қаупі жоғары өңірлерде тіркелген тұрғын үйлерді міндетті сақтандыруды енгізу ұсынылуда. Сақтандыру жер сілкінісі, су тасқыны, су деңгейінің көтерілуі және орман өрттері сияқты табиғи қауіптерді қамтитын болады. Міндетті сақтандыруды енгізудегі мақсаты қауіпті аймақтарда тұратын халықты қосымша қорғаныспен қамтамасыз ету. Құжатты әзірлеу барысында Испания, Франция, Түркия, Әзербайжан және Қырғызстан елдерінің тәжірибелері қарастырылды.